Сәлем балақай, Зерек бала каналына қош келдің. Бүгін біз қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа байланысты есептерді шығарамыз. Бір ауылдан қарама-қарсы бағытта екі велосипедші жолға шықты. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 92 километр болды. Егер бірінші велосипедшінің жылдамдығы 12 км сағат болса, онда екінші велосипедшінің жылдамдығы қанша? Енді осы есепті сызба бойынша шығарайық. Жалпы қашықтықты табу үшін v-ны t-ға көбейтеміз, яғни жүрген жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бірінші велосипедшінің жылдамдығын оның жүрген уақытына көбейтеміз. Сонда 12 км сағат 4 сағатқа көбейткенде 48 км шығады. Яғни бірінші велосипедшінің жүрген жолы 48 км болса, барлығы жүрілген жол 92 километрден 48 километрді азайтамыз, сонда екінші велосипедшінің жүрген жолы шығады. Ол 44 километрға тең. Енді оның жылдамдығын табу үшін v тең s бөлінген t болса, яғни осы екінші велосипедшінің жүрген жолын оның жіберген уақытына бөлеміз. Сонда 44 километрді 4 сағатқа бөлген кезде 11 км сағат шығады. Сонда v2 11 км сағатқа тең.